Filmnin ssenariy ұсынысы. Кедей қар жазушы өмірінің қарт кезінде ақшасыз қалды. Не істеу керек осылай жағдайда? Жазушы ақша табу үшін өзінің шығармасы бойынша сценарий жазып, фильмнің студиясына келді. Студиясының директорына: "Сіздерге бұлай сюжетті ұсынамын" деп сұхбатты бастады. "Жарайды, дауыстап оқыңызшы. Мұқият естіп жатырмын", деді директоры. "Бастайық. Фильм вестерн деген стиліне болады. Бекініс немесе форт деген таудың бөктеріне басқа ұлтының жерінде құрылды. Форттың тұрғындары жергілікті тұрғындарға аяусыздық көрсетті. Олардың қаруы жоғары болғандықтан тым сенімді болыпты. Бірақ қарсыластың саны көбірек болды. Олар күш салып, бекіністі қоршауға жоспарлады. Олардың арасында тыншы болды. Ол жоспарды фронттың тұрғындарға ашты. Сол себептен форт тұрғындары қарсыластың шабуылынан қарсы бөгетті салу үшін тауға шықты. Оларға ағаштардың діңгектерді әзірлеумен айналысу қажет. Жұмыс жасаудың алдында олар өздерінің шыдамдығын шынығу үшін Құдайға табынды. Жарайсыңдар, уақытты шығындамайық. Күздің күні қысқартып кетіпті. Бізге күн батқанға дейін жылдамдықпен жұмыс істеу керек", қатал даусымен деді жасақтың қолбасшы. "Әуреленбе, бәрі даяр болады. Бөгетіміз қарсыластың шабуылдан құтқарады. Осы маңайда оны боқпантап өлтіреміз", деді жас көрінетін жігіт. Тұрғындардың арасында ұзақ уақыт бойы жар жігіт болды. Оның астарында қарсыластың жасырылған тыңшысы болды. Ол бәрін естіді. Қолбасшысына сергек жауап берді де, дәл қазір қашқысы келсе де, өзінің құпия қалағанын жасыру керек. Қашқаннан гөрі бекініс тұрғандардың жоспарларда соңына дейін танамын деп ойлады ол. "Тоқтаңызшы, қызық екен, жарайды. Сценарийіңізді ұнатамын. Сценарийіңіздің жалғастыруды қараңқырап, фильмді түсіреміз, хабарласамыз", деді фильм студиясының директоры. "Керемет, ақырында жарығымды емдеу үшін ақша табамын". Далаға кеткеннен кейін өзіме үмітпен толы сыбырлап айтты жазушы.